фикус гүл туралы күтімін айтқым келіп тұр сіздерге. Негізі бұны жаздың күндері аптасына бір рет, 4 күнде бір рет құясыздар суды. Сонымен қыстың күндері 2 аптада бір рет құямын. Және де мынау несіне күнде су бүркіп тұрамын. Мынау брызгалкамен бүркіп тұрғандарыңыз жақсы болады. Және де аптасына бір рет мынау нелерін жуып тұрсаңыздар, зат алмасу күшті болады да, и бұған күшті өсе бастайды жапырақтары. Бұл беті шаң болды ма, бұл шаң болған кезде зат алмасуы тоқтағаннан кейін бұл өсу тоқтайды екен. Суды қалай білеміз десе, құрғаған. Мысалы, мынау қазір құрғап тұр да. Мынау құрғаны жүріп тұр. Если не болса, суға мен қазір, если несі суын білгілеріңіз келсем, саусақтарыңызды тығасыздар, тыққаннан кейін нан бола ма, оны құймаймыз. Құрғағаннан кейін құйғандарыңыз жөн. Бұл бірақ қатты құрғап кетсе де бір көтере алады да. Бірақ қатты құрғата бермеңіздер. Астынан бастап сары жапырақтар пайда бастайды да. Ол уже сары жапырақ көгермейді, уже өле бастайды да. Ләз болса уақытымен құйған жақсы. Мына астына мен жапырағы түскен еді. Соны мен астына тығып қойдым, уже тамырлай бастайды. Жапырақ түскен жапырағы тығып қойсаңыздар күшті болады. Несі